Ассалямуалейкум. Бүгін біз сіздермен тартылған еттен және ірімшіктен рулет дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші жұмыртқамызды жарып, ірімшігіміз бен қаймағымызды салып, біркелкі араластыратын боламыз. Араластырып болған соң пергаментімізді жайып, массымызды видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Духовкада 180 градуста 10 минут, 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тартылған ет, жуа қажет, тұз, бұрыш, жұмыртқа қажет. Мен жуаны блендерде өткізіп алдым. Барлығын салып, араластырып алатын боламыз. Сыртқы салмасы дайын болды. Осылай пісу қажет. Содан кейін ішкі салмасын, яғни етпен дайындаған салмамызды осылай видеодағыдай салатын боламыз. Бұл тағамды көбіне қонақ келген кезде столға қойып жатады, бірақ мен кешкі асқа гарнирмен бірге ұсынатын боламын. Содан кейін осылай қолымыздың көмегімен орайтын боламыз. Рулетімізді осылай пергаментінің ортасына қойып, пергаментімізді осылай қаттырақ қысып орайтын боламыз. Содан кейін пеште 180 градуста 45-40 минуттай пісіріп аламыз. Осылай астына пергамент жайып алдым, себебі піскен кезде суы майы ағуы мүмкін. Менің тағамым дайын. Егер сіздер столға қоятын болсаңыздар, піскеннен кейін суытып холодильникке салсаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Азерке Мейрамқызы. Ассаляму алейкум.